Сәлеметсіз бе? Менің есімім Меруерт, мен сіздің кеңесшіңізбін. Мен сізге тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде депозитті қалай ашуға болатыны жайында айтып беремін. Біз сізге 4 әдіс ұсынамыз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің кеңесшісін өзіңізге ыңғайлы уақытта кез келген жерге шақыра аласыз. Сізге тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің бөлімдеріне келуге де болады. Ал банктың клиенті болсаңыз, ЖССБ 24 интернет банкингінде өз бетіңізбен екінші депозитті аша аласыз. Сондай-ақ серіктесіңіз Қазпоштаның бөлімшелерінде де депозит ашуға болатынын ұмытпаңыз. Депозит ашу үшін тек жеке куәлік немесе төлқұжат қажет. Ең бастысы, депозит тегін ашылады. Депозитті тек өзіңізге ғана емес, 18 жасқа толмаған балаңызға да ашуға болады. Егер балаңыз 14 жасқа толған болса, онда ол депозитті өз бетінше аша алады. Бірақ бұл жағдай ата-анасының немесе қамқоршыларының рұқсатымен жасалады. Тағы айтарымыз бар. Депозитті басқа адамға сыйлық ретінде де ашуға болады. Мұндай депозит сыйлық сертификаты деп аталады. Оны рәсімдеу үшін банктың кез келген бөлімшесіне жеке куәлікпен келу керек. Өтініш толтырып, депозит сомасын кассаға төлеу қажет. Сертификаттың ең төменгі сомасы 5000 теңге, ал ең жоғары сомасына шектеу қойылмаған. Егер сіз осындай сертификатты сыйға алсаңыз, оны өз атыңызға аудару үшін банк бөлімшесіне келіңіз немесе кеңесшіні шақыртыңыз. Сертификаттың түпнұсқасын және жеке куәлігіңізді көрсетіңіз. Осыдан кейін келісімшарт сіздің атыңызға жаңадан рәсімделеді. Сыйлық сертификатының жарамдылық мерзімі 3 ай.